Саламатсыз апа. Келіңіз. Амансың ба балам? Сіздің камзолыңыз дайын болды. Ой, рахмет балам. Баламның тойына жарқыратып киіп баратын болдым. Иә, Құдай қаласа. Әкеле ғой. Мен тапсырысым дайын болды ма? Өте асығыс едім, бастығым күтіп отыр еді. Иә, алдымен апаны жіберіп алайық. Кешіріңіз апа, мен асығыс ем. Тапсырысымды тез алып кете қояйыншы. Жарайды қызым. Мен сенен кейін қала қояйын. Мінекейіңіз. Бәрі дұрыс қой, иә? Иә, бәрі өзіңіз айтқан. Рахмет, сау болыңыздар. Қазіргінің жастары тым асығыс. Иә, соны айтам апа. Ой, алға сүріп шапқылайды да жүреді. Апа, мінекей, сіздің камзолыңыз. Әдемі екен. Қандай керемет. Қарасаңшы. Әдемі. Өте тамаша. Таза күмістен жасалған. О, өте әдемі жасалды. Иә. Егер киіп көрем десеңіз, мені айна тұр. Әй, жарайды, киіп көрейін. Әкеле ғой. Көрейік, қандай әдемі? Қалай апа? Ұнады ма? Иә, рахмет айналайындар. Өнерлерің өрге баса берсін. Рахмет апа. Игілігіңізге кейіңіз. Түсінікті ғой. Сондықтан да банктың имиджін көтеру мақсатында халыққа ең төменгі пайызда жеңілдетілген түрде несиелер ұсынуымыз қажет. Келесі мәселе. Шетелдік банктер алға қарай жүруіміз керек. Бәсекелестік заманы білесіздер. Сондықтан да кел. Құрметті әріптестер, түсінікті ма? Болды. Бара берулеріңізге болады. Келіп отыр. Қалай? Тойға дайындық қалай? Жақсы ма? Жақсы. Тойға шақырылған қонақтармен хабарластыңдар ма? Иә, Талғат Әбдікерімович, тек 2 адам ғана келе алмайтын болды. Кімдер ол? Біреуі Астанадағы депутат ағаңыз жұмыстан шыға алмайтындығын айтты. Да? Ал екіншісі Болат Асланович, ол қазір шетелде екен. Жарайды. Айтпақшы, мен дайындаған заттарды алдың ба? Иә, алдым. Міне мынау құман. Жақсы. Ал мынау ақ орамал. Ең әдемі сосы ма екен? Иә, сіз айтқандай ең әдемісін алдым. Жарайды, рахмет. Жақсы. Ең бастысы ұнаса болды. Әй, балам, тоқта. Неге? Үлкен кісінің жолын кесуге болмайды. Жарайды апа. Әй, мұна кісінің маған сонша тесіле қараған Әмина? несі? Ай, сен Әмина мысың? Әмина, сен мені танымадың ба? Мен курстасың Сапармын ғой. Алматы, Политех, есіңде ме? Әй, сен әлгі Сапармысың? Иә. Ой, пырмай. Неше заман өтті десеңші? Сендер артынды тартып қайда шықтыңдар? Баламның 40 жасқа толған тойына келе жатырмыз. Солайды. Ендеше көлік отырыңдар. Жарайды. Балдардың өзі салат көлікті. Мейлі. Кәл, отырыңдар. Папасының пупсигі! Папасын таппаған. Папасының аппағы. Пап, мынау не? Құман ғой, әжең алды. Талғат, Әдемі құман зачем ты екен. купила? Мамам алдым, дәрет алуына керек болады. Ал мына орамалда арнайы сыйлық үшін алдым. Қалай, әдемі ма? Ай? Жеркеттік. Ашып көрсетем саған. Қызықсың, маманың орамал. Аз бет. Жарайды, бар. Дастарханың дайында. Қазір мамам келеді. Тойға дайындалдың орнына қайдағы бір майда шүйдемен айналысып. Әдемілігіңді әжім жеңіптау, Сұлулығың тек көзіңде ғана қалыпты. Әдемі қартайыпсың, Әмина. Уақыт шіркін дегеніне бағындырады ғой. Сен де кезінде қол жетпейтін көрікті жігіттердің бір едің.
Енді міне, қара шаштарың аппақ қудай болып, кәдімгі шал болыпсың. Ал енді сендерді ешкім күтіп алмай ма? Ұлдарың қайда? Олым үлкен кәсіпкер, бизнесмен, О, тірліктері де көп. Бізді күтіп алатын уақыты жоқ. ол бала анасын күтіп ала алмайтындай, соншалықты өзі не жұмыс істейді? Осы қаладағы бір банкты басқарады-ау дейм. Солай де. Аты кім балаңның? Талғат. Сол баламның тойына анау жоғары жақтан үлкен бастығы келеді екен. Жақында қызметі көтеріледі дейді. Солардан ұят болмасын деп, бізде бір киерімізді үстімізге іліп алып келе жатырмыз. Ал өзің не шаруамен айналысасың? Сені бір университеттің білдей бір басшысы деп естіп едім. Ол жақтан кеткелі қашан? Зейнеткермін. Майда шүйді шаруамен айналысам. Міне, мұнай ғой дейім. Осы жерден тоқтатсаң болады. Әй балам, тоқтатсыз жібер. Ал, жақсы, рахмет. Апа, осы үй ма? Иә, осы үй. Тойға кешікпей келіңдерші, құдай үшін. Сендердің әдеттерің бар ғой. Кешігесіңдер жүресіңдер. О, мама. Жақсы, кейін хабарласамыз. Қалайсыз? Жандос, Әйгерім, әжелерің келді. Қалайсыз аға? Ой, черно-белый. Сабақ қалай, жақсы ма? Жақсы аға, 90-дықтан барлық сабаққа біз Ай, кешіп. жарайсың. Телефон соқпадыңыз ба, өзім күтіп аларым. Балама өзіңнің шаруаң басыңнан асады. Жұмысыңа Сіз бөгет тұрғанда болмайын қайдағы дегенім шаруа? ғой. Кеттік жүріңдер. Қане жүр. Не қыласыңдар, жүгір. Айналайын, балапандарым менің айналайын. Келе қойыңдар. Ой, жаным-ау, жақсы айналайын. Бауырым амандас. Құлыным ау. Қалай, жақсы еттіңіздер ма? Шаршамайын. Сендерге ауылдан Ана, көрдің ба? Әже келмейді деп. Жарайды. Маман заттарын ал. Сәлемет. Амансың ба, шырағым? Ай, не бар екен? О, құрт, қаны? Жеме, тиме. Қолдан жасалған құрт таза емес, микроб шығады. Барыңдар анда. Ауыл еле аман ба? Иә. Бәрі аман айналайын, бәрі аман. Сол, тойға дайындалып жатырмыз. Жақсы, жаным. Жаным, мама. Айналайын. Киіміңізді ауыстырып алыңыз, асықпаңыз. Жарайды, Сізді ас бөлмеде күтеміз. Шай қыш. Осы апамдай 70-ке келгенде желпілдеп не бар екен, а? Келе жатқан қонақтар, интеллигентный адамдар. Олармен әңгімесі де жараспайды. Қартайған шағында үйде отырса болмай ма? Жастармен жағаласпай. Сен сонымен не айтқың кеп тұр? Осы сен менің анам келсе болды, кірпіде жиырыла қалатын не? Сенің анаң келгенде құшақ жая қарсы алып, қайтарында самолетқа шығарып салып, шапқылаймыз да жүреміз ғой. Жоға, о не дегенің? Жан, енді апам тойға бармай-ақ қойса дегенім ғой енді. Оның үстіне үйге қарайтын ешкім жоқ. Менікі жай, енді кешке фуршетный стол болады. Ну все-таки ауылдың адамы. Енді бірдеңелерді бүлдіріп жүреме деген ғой, Жан. Жә, доғар енді. Ол жағын көреміз. Алыңыз.
Балам. М? Мен жолдан шаршаңқырап келдім. Бір түрлі мазамда болмай тұр. Үйде балалармен ақ отыра бергенім дұрыс сияқты. Өздеріңді көрдім. Тойларыңмен құттықтап, мына немерелерімді бір иіскеп кетейін деп келдім. Әйтпесе, қартайған адамға тойдың керегіне. Мама, сіз бармасаңыз қалай болар екен тойға? Мама дұрыс айтады. Енді жолдан шаршап келді ғой. Дем алсын. Оның үстінде кешкі тойда. Абыр-сабыр болып жатып, кімді кім күтеді? Одан да немереңізбен бірге теледидар көріп, үйде дем алыңыз. Қазір бар ғой, қызық сериалдар болып жатыр. Иә. Жарайды онда. Мазаңыз болмаса, үйде демала беріңіз. Жандос пен Әйгерім қасыңызда болсын. Жоқ, болмайды. Олардың саған дайындаған сюрприз бар. Стишоктарын айтады. Әкесіне дайындаған стишоктары болса бара берсін. Стишок деңізші. Біз немереміз екеуміз осында үйде бола береміз. Әже, олар бізді неге тастап кетті? Біз онда шуламай, тыныш отыратын едік қой. Киім бізде жап-жаңа. Тойға барсақ, қызық болатын еді ғой. Ақылыңнан айналай. Кейін сен үлкен, ақылды жігіт боласың. Жақсы ел аласың. Сонда аман болсақ екеуміз тойдың ең төрінде отыратын боламыз. Е? Бастығың Қане, ұста мұны. Жігіттер, шеф. Талғаттың бастығы ғой. Саламатсыз баға. Саламатсыздар. Біздің анамыз, танысып қойыңыз. Ой, бәрекелді. Саламатсыз. Әмина көрінбейді ғой. Қайда өзі? Мамаша ауырып қалған екен, мазасы болмай. Ауылдан келе алмай қалды. Сіз біздің мамамызбен танысып едіңіз? Әмина ғана емес. Талғаттың марқұм әкесі әбекеңді де жақсы танимын. Иә. Талғат, бұл қалай болғаны? Мана онымен кездескенде сенің тойыңа барамын деп көйлек сатып алғаны қайда? Маған осы тойда кездесеміз деген. Оның өздігінен келмей қалуы мүмкін емес. Талғат, сен осындай жағдайға қалай жеттің білесің бе? Сен оқытам деп күндіз бір мекеменің, кешке басқа бір мектептің еденін жуатын. Бүкіл ғұмырын саған арнаған жоқ па? Өте сұлу келіншек еді. Жастай жесір қалды. Өгей әкеге жаутың табасын деп өмір бақи тұрмысқа да шыққан жоқ. Сен осының бәрін біле тұра, оны үйге тастап кетесің. Анаңды сен сыйламасаң, басқалар қайтсын. Мінекей, мынау сенің той анаң. Аға, тоқтай тұршы. Ата-ананың қадіріне жетпеген баладан не күтуге болады? Жұмақтың кілті аналардың аяғының астында екенін есіңнен шығарма.
Талғат, қонақтар күтіп қалды ғой, жүрсеңші. Жүр дейменен. Талғат, қайда барасың? Қайтсаңшы, Талғат! Фуй! Я Алла, ұлымның басқан қадамынан жаңылдырма. Өзінен басқа ешкімге табындырма. Берген бақтың мен несібеңнен арылдырма. Я Алла, менің ұлымның біліп білмей істеген күнәләрін кешіріп, денін сау, өмірін ұзақ ете көр. Немерелерімнің жүрегіне иман ұялатып бақытты ет, жаратқан ием. Әумин. Құранда ата-анаға қарайласу жайлы былай дейді: Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі, немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке жетсе, түх деме, кейіс білдірме. Сондай-ақ ол екеуіне зекіме де, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле, ол екеуіне кішірейіп, мейірім құшағын жайда. Раббым, ол екеуі мені кішкентайымда тәрбиелегеніндей, сен де оларды мейіріміңе бөлей көр де.